Кайырлы күн достар, сіздермен бүгін өте оңай, жеңіл жасалатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін көріп, лайк басып, ұнап жатса комментарий жазып қойыңыздар, және подписацияны басыңыз. Бұл торт өте оңай, жасап көріңіздер достар. Үйде бар затпен жасалатын торт, кремі де оңай жасалады. Алдымен біз кремін жасаймыз. Заварной крем, бір жұмыртқа және қантты салып, жақсылап венчик көмегімен араластыра аламыз. Жүгері крахмалын қосамыз. Егер жүгері крахмал болмаса, ұнды қоссаңыз болады. Және сүтімізді қосып жақсылап араластырамыз. Достар, керекті заттарды описанияға астына жазып қоятын боламын. Және жақсылап тұрып отта араластырамыз. Бізде крем осындай пайда болу керек, қоюлап. Көріп тұрғандарыңыздай тоқтамай араластырамыз. Түйіршік болып қалмау керек. Кремімізді суытып, бөлек ыдысқа құйып, бетін салфанмен жауып, салқын жерге қойып қойыңыздар. Жұмыртқаның ағын бөлек, сарысын бөлек алып аламыз. Жұмыртқаның ағы өзіне шымшып ұсталып, миксермен айналдырамыз. Осыны әппақ пена болады. Одан кейін қантымызды салып араластырамыз. Енді жұмыртқаның сарысын біртіндеп салып араластыра отырамыз. Он саламыз. Одан кейін макты салып араластырамыз. Осындай масса пайда болады. Духовкада біз 180 градуста пісіретін боламыз. Менде форма 20 сантиметр. Міне дайын болды, пісіп шықты. Енді біз оны суығаннан кейін 3 бөлікке бөлеміз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды миксермен араластырып, бағанағы кремімізді біртіндеп салып араластырамыз. Енді біз сүтпен пропитка жасаймыз. Содан кейін барып кремді жағып отырамыз арасына. Өте оңай жасалған достар, жасап көріңіздер. Кешкі шайға өте керемет болады.
Достар, ұнап жатса менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бетіне қалауымша орех, шоколад жағуға болады. Холодильникке 2-3 сағат қойып жей берсеңіз болады. Өте керемет. Жасап көріңіздер достар. Ас болсын.